бір кесе судан дәл осындай бір емес екі торттың қалай шығатынын көрсететін боламын. Ол үшін аямай лайк басып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлек ыдысымызға суды құйып аламыз да, үстіне сармайымызды және де дәміне қарай аздап тұз саламыз. Осылай сармайымыз ерігенше отқа ұстаймыз да, сразу ұнын қосып жақсылап бір тегіс араласқанша араластыратын боламын. Неге видеода көріп отырғандарыңыздай жып-жылтыр бір тегіс күйге енуі керек. Енді осы аралықта жұмыртқаны бір-бірден қосып отырып жақсылап араластырамыз. Шамамен 4,5 жұмыртқа қостым. Қамырымыз қатты қою да қатты сұйық та болмау керек. Енді кондитерский пакетімізге салып, дәл осылай гүл жасап шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Креміне сливки мен қантты қосып, дәл осылай қоюландырып алдым. Неге заварной тестіміз топ-томпақ әдемі болып пісіп шықты. Енді дайын болған кремімізге салып, тортымызды қалап шығамыз. Рецепт сақтап алып, сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.